менің артында тұрған құрылғы биореактор деп аталынады. Ол органика қалдықтарын қайтадан өңдеп пайдаға асырады. Экологиялық таза отын деп аталады мына жанып тұрған газымыз. Бақытжан Мәметхан 30 жылдан аса ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен. Осыдан 3 жыл бұрын жеке кәсібін ашыпты. Органикалық қалдықтардан, яғни малдың қиынан көгілдір отын өндіріп, өзі тұратын үй мен шаруашылығын тегін газ және жарықпен қамтып отыр. Бұған дейін мал ұстап көрмеген өнертапқыш кәсібін бастар тұста 40-қа жуық сиыр сатып алған. Айтуынша 4 түліктің еті мен сүтіне қарағанда тезегінен кірер кіріс әлде қайда көп. Ауылды жердегі адамдардың бәрі ойлайды, ауылда тірлік қалған жоқ деп. Ауылда тірліктің көкесі қалды. Мына малдың етінен, сүтінен де 4-5 есеге беріп тұрған атқоты, көңі пайда әкеледі. Малдың көңінің құрамында 70% метан бар деп тұрғанымыз. Сол 70% метан. То есть 1 тонна навоздан 70 текше метр метан ала аласыздар. 1 текше метр метанымыз 1,5 килограмм. Мысал үшін Шваркөлдік көмірдің жылылығын бере алады. Бізде Қазақстанда органикалық қалдық жетеді. Органикалық қалдықты дұрыс өңдеп, пайдаға асырып, ауылды жерде гүл-гүл жайнап отыруға болатынын дәлелін осы дәлелі. Шаруа малдың тезегін далаға тастамай бірден биореакторға жөнелтеді. Жұмыс автоматтандырылған. Малдың өңіне келетін болсақ, құрамында 70%-ға дейін метан, 2,5% күкірт, 30-40% углекислый газ. Осылардың бәрін дұрыстап өңдеп шыққан кезде біз макро-микро элементке өте жоғары тыңайтқыш аламыз. Осындай жағдайда біз енді осы жаңағы метан деген нәрсеміз жоғары тыңайтқыш алған кезде ол тамырға зиян келтіреді. Сондықтан оны метанын 100%-ға шығарамыз. Міне метаны шығып тұр. Осы метанмен біз осы помещение 900 квадрат метрді біз тегін отопление, киловаттар шығару, осындай кәсіптеріміз, біздің кәсіптеріміз осы. Дамыған елдерде органикалық қалдық толық кәдеге асырылады. Ал елімізде қолданылмай жатқан шикізат аз емес. Әсіресе 4 түлік өсіріп отқан шаруашылықтардың маңайында үйілген тезек көп. Мынау менің патентім, осы құрылғының сызбасы, осы құрылғының технологияның бәрін мен ойлап таптым деген нәрсе емес. Ол Германия елінде биогаз 20 ғасырдан бері бар, бірақ қолға алған жоқ. Қазақстан мемлекетімізде реактордар, үлкен реактор, биореактор істеп тұрған мен көріп тұрған жоқпын. Мұны сатып алу мүмкін емес, өте қымбат болады. Сол себептен осы сызбалардың бәрін өзім жасап, эксперименттен өтіп, нәтижеге жетіп, патент иесімін. Ауылға елдің әр өңірінен, сондай-ақ Өзбекстан, Қытай, Қырғызстан мемлекеттерінен талапкерлер арнайы келеді. Олар мұнда қимен тезектен газ өндіруді үйренеді. Солардың бірі моңғолиялық кәсіпкер Қайрат Жансерік. Ол ерекше бастаманы әлеуметтік желіден көріпті. Өйткені шетелде мұндай жобаларға сұраныс жоғары көрінеді. Негізі Моңғолияда өзім кәсібім бар, соған тастап, осыны үйрену үшін Моңғолиядан келдім. Келгеніме көп болмады, 3 күн болды келгеніме. Бүгін 3-ші күн. Негізі 10 күнге көріп, біліп, үйреніп алам деп ойлағам. Бірақ арғаға қалуым керек сияқты ұнап жатыр. Осыны үйреніп, біліп, Моңғолияға апарып, жүйеге асырып, жалғастырамын ба деген мақсатым бар. Бұл қалдықсыз өндіріс. Кәсіпкер экологиялық таза отыннан қалған қалдықтан биотыңайтқыш өндіріп отыр. Оның жапыраққа, өсімдік пен астықтың тамырына тигізер әсері зор. Биотыңайтқышты қолданған диқандар биыл мол астық алған.